Сәлем Алихан, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Бүгінгі күніңіз қалай бастады? Күшті, керемет. Тек ұйқым қанбады. Нешеге дейін ұйықтадыңыз? Сағат 9-ға дейін, содан кейін. Бірақ ұйықтай алмаған себебім осы репетиция болды сағат 10-да. Онда сұрақтарды бастайық. Ересек өмірде ең қиын нәрсе не деп ойлайсыз? Қалай дейсің? Ересек өмірде не нәрсе қиын деп ойлайсыз? Ересек өмірде ма? Жауапкершілік шығар кішкене. Неге? Енді өскеннен кейін жауапкершілік те көбейе бастайды. Ал сен сол жауапкершілікті барынша бұлжытпай орындағың келеді, ешкімді ренжітпей. Сол қиын шығар. Ал сіздің профессияңыздағы ең ашуыңызға тиетін нәрсе қандай? Профессиямдағы ең ашуға тиетін нәрсе негізі. Шаршап кәдімгідей болады ғой. Шаршау бар, өзіңнің отбасыңа уақыт бөлмеу деген нәрсе бар. Көп жағдайда біздің профессияда. Өйткені біздер таңертең кешке дейін жүреміз. Ал дәл қазір қай жерде болғыңыз келеді? Дәл қазір ма? Мальдив аралдарында десең. Неге? Демалысты қалап тұр ма жаныңыз? Демалып білмейді екен мен өкінішке орай. Сол негізі өзімді демалтып үйретуім керек. Дәл қазір енді қалай айтсам болады, жан рахатым сондай бір демалысты қалап тұр. Әдемі. Ал комедия немесе драма қай жанры жақын? Немесе басқа? Так. Негізі ма? Негізі мен жалпы комедияға жақынмын. Бірақ драманы да сондағым келеді. Ал не нәрсеге уақыт таппай жүрсіз? Нәрсеге, ойбай, ауыр сұрақ негізі. Өкінішке орай отбасыма уақыт таппай жүрмін. Өйткені бір ай болды. Таңертең кетем, түнде 2-де келем. Қызымның всегда ұйықтап жатқанын көремін ғой, короче. Андай бір күліп, бір қылықтарын көре алмай жүрмін да бір айдан бері. Ол да бір жағынан дұрыс емес деп ойлаймын. Не кедергі оған? Осы Жұмыс? өзі кедергі деп айта алмаймын оны. Ол енді өзіңнің мамандығыңды жақсы көретін болғаннан кейін сондай болып қалады шығар. Өнерде айтады ғой, тәуекелдік керек. Біз кейде көп жағдайда осы отбасымен тәуекел етіп жатамыз. Ал фобияңыз қандай сіздің? Фобия ма? Фобия ма деген қалай? Фобиям негізі менің пауықтан қорқамын десе. Неге пауық? Білмеймін, именно жүн пауықтары болады ғой. Содан кәдімгідей қатты қорқамын мен. Қалған бәрі высота не дейді ғой? Су неден, вообще неден қорықпаймын. Ал сахнада қай актермен партнер болғыңыз келеді? Жалпы ма осы Атырауда? Атырауда, бәлкім. Көп қой негізі. Армандайсың ғой. Дегенмен қиялға батасың. Ең бірінші енді партнер болып үлгеріп жатырмын. Құдайға шүкір өзім Атыраудағы актерлар ағаларыммен. Бірақ негенмен де Алматыда, Астанада үлкен бір кісілермен партнер болғым келеді, мысалы Асанәлі Әшімов атамызбен. Бірақ ол енді мүмкін ба, мүмкін емес па білмеймін. Қиял ғой ше. Бәрі мүмкін. Ал соңғы рет оқыған кітабыңыз қандай сіздің? Соңғы рет оқыған кітабым Әлішер Рахаттың «Махаббатым констант». Несімен ұнады? Маған бір жағы тілі өте жеңіл, содан кейін суреттеу өте тамаша, өйткені бұл неде кітапта жалпы Алматы туралы суреттейді ғой, өзің де оқыған шығарсың. Маған сонысы ұнады, Алматының суреттеу, өйткені мен оқу бітіріп келгеннен кейін әлі Алматыға бармадым. Сол сағынып жүрген кезде оқыған кітабым, кәдімгідей ол Алматының суреттеуі жалпы вайб ұнады сол кітапта. Алматыны есіңізге түсірді, иә? Иә, Алматыны есіме түсірді. Ал соңғы рет қашан жыладыңыз? Есімде жоқ. Прикинь. Негізі шынымен де есім жоқ. Негізі анда-санда болады, шаршаған кезде бір кейде эмоция шығарғың келеді ғой, ешкімге білдірмей. Шаршағаннан бәрібір де ер адам болғаннан кейін бір эмоция шығып кетеді. Жүрек бар өйткені. Жыламасам жүрегім ауырады дегендей ғой. Жаныңызға жақын рөл қандай? Жаныма жақын рөл. Дәл қазір енді жаныма жақын болып тұрған бүгінгі Қыр баласындағы Мұқағалидың рөлі болып тұр.
Сон маған дәл қазір өте маңызды, өте жақын болып тұр. Қойылмалды қорқыныш болады ма? Әрине, дәл қазірдің өзінде мен кішкене білдіртпей тұрғаным ғой бұл. Ал қорқынышыңызды қалай басасыз? Өзімнің кәсібилігіммен шығар, осындай реттеп аламын. Миыммен, ойыммен, так осындай жерде осылай жасау керек деп, сол кішкене сенімділік береді. Оймен жүйелеп аламын. Театрды үш сөзбен сипаттап беріңізші. Театрды ма? Шексіздік, андай, сосын негізі оны бір үш сөзбен айтқан қиын бар ғой. Өнер, сосын не ғой? Тәуекелділік қой. Менің ойым. Өйткені бұл жерде театрда, кинодағыдай емес, барлығы бір сәтте өтіп кететін нәрсе. Сол кезде енді театрдағы шығар алдында үлкен тәуекелдік болады. Енді оған дейін біздер көп дайындаламыз сол тәуекелдікке бару үшін. Бір сәтті ұстап қалу керек. Иә. Бүгінгі кейіпкеріңіз туралы сипаттап беріңізші, осымен аяқтайық. Бүгінгі кейіпкерім, әндерімнің ішіндегі кейіпкерім. Енді бүгін менде жалпы ма или спектакльдегі ма? Спектакльдегі кейіпкеріңіз қандай? Жалпы спектакльдегі кейіпкері, мен екі кейіпкерді алып шығамын. Бірдей спектакльде екі кейіпкерді ойнай деп жатырмын. Қиын емес па ол? Қиын емес. Үлгересіз ба? Үлгеруге тырысамыз. Бүгінгі кейіпкерде біріншісі Табылды ағамыздың Алматыда қалған досы, және де өзіміздің ақиық ақын тұлғамыз Мұқағали Мақатаевтың рөлін сомдаймын. Бүгін менде бірінші рет вотқа түсіп жатырмын. Вот деген ол актердің аяқ асты басқа актердің заменет ететіні. Сондай ғой. Сәттілік сізге. Рахмет.